Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін бізде зертханалық жұмыс. Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы қандай? Біз бүгін ас тұзының кірлену деңгейін анықтаймыз. Жұмысымыздың мақсаты қандай? Айта ғой. Ас тұзының кірлену деңгейін анықтау жұмысымыздың негізгі мақсаты студенттерді суда еритін қатты заттың кірленуінің массалық үлесін есептеу және де оны анықтау, сонымен қатар фильтрді дайындау, фильтрлеу, ерітіндіні қайнату және де сол ерітіндіден қалған қалдықты 0,1 грамм жайлылықпен өлшеу сияқты және сонымен қатар зертханалық жұмыстың қажетті талаптарын орындау сияқты жұмыстармен жандай студенттерді таныстыру жұмысы болып табылады. Дұрыс. Енді біз жұмыстың жүргізілу реті, яғни жұмысқа кіріспестен бұрын жұмыстың жасалу барысы. Кім айтады, кім дайын? Жұмыстың Біз жұмыстың барысына келетін болсақ, құрғақ фарфор табақшаның шыны таяқшаны өлшеп аламыз. Сосын фарфор табақшаға 3-4 грамм ас тұзын салып аламыз да, әрбір граммына 3 мл су дайындап аламыз. Ары қарай біз тұзды суда жасап ертіп аламыз. Одан кейін біз алдын ала дайындалған воронкасы бар стаканды аламыз. Ерітіндінің шашырауын болдырмау үшін біз воронканың төменгі жағы стаканның қабырғасына тиіп тұру қажет. Одан кейін воронканың бетіне біз фильтр қағазын орнатамыз және сол фильтр қағаз арқылы ерітіндіні сүзіп аламыз. Сүзілген ерітіндіні біз штатте бекітілген фарфор табақшаға құйып аламыз және оны сусыздандыру үшін стирсанның астына жағып қыздырамыз. Сусызданған тұздың массасын алып, оның массасын өлшеп, оны кестеге жазамыз. Бұл кесте, яғни жұмыстың атауы, тәжірибе нәтижесі жазылатын кесте. Бұл жерде ыдыстың салмағы, яғни шыны таяқшамен бірге өлшенген. Бұл жерге тұзсыз деген жерде ыдыстың шыны таяқшамен бірге өлшенген салмағы жазылады. Ал бұл жерде ыдыстың, яғни кірленген тұзбен өлшенген салмағы, ал тазаланған тұзбен ыдыстың салмағы осы жерге жазылады. Бұл жерде қанша грамм кірленген тұз алғандығымызды, және де бұл жерге қанша грамм таза тұз алғандығымызды көрсетіледі. Ал бұл жерге тәжірибе жұмыс жасалып біткеннен кейін, ең соңында бұл жерде массалық үлесін есептеп, сосын барып қана жазамыз. Бұл жерде массалық үлесті анықтау үшін бізге осы формула қолданылады. Яғни тұздың кірлену массалық үлесін осы формула арқылы анықтаймыз. Бұл жерде А дегеніміз кірленген тұздың салмағы, ал бұл жерде Б дегеніміз таза тұздың салмағы. Бұл жерде кірленген тұздың салмағы азайтылады таза тұздың салмағынан, оны бөлеміз, кірленген тұздың салмағына шыққан мәнді 100-ге көбейтеміз. Солай бізде массалық үлесі анықталады. Бізде жұмысты бастамас бұрын тегелі ыдыспен шыны таяқшаның массасын өлшеп аламыз. Бізде массасы 101,83. Келесі кезекте біз кірленген құрғақ тұздың 4 граммын өлшеп аламыз. Төрт грамм болды. Енді осы кірленген тұзымызды ертеміз. Ендігі кезекте біз кірленген тұзымызды ерітіп алғаннан кейін фильтр қағаздан өткіземіз. Ол үшін фильтр қағазы дұрыстап қойып аламыз. Фильтрат шашырамас үшін біз воронканы ыдыстың қабырғасына жақындатып қоюымыз керек. Енді фильтр қағазды қойғанда біз қозғалып кетпес үшін дизельденген суды жан-жағына құйып аламыз. Енді біз дайын болған ерітіндіні фильтр қағазы арқылы өткізіп аламыз. Фильтрден өткен ерітіндіні одан кейін біз сусыздандырамыз. Келесі ретте біз фильтр қағаздан өткізген ерітіндімізді тегел табақшаға салып сусыздандырамыз.
Тұздандырып болған соң массасын өлшеп аламыз. Келесі біз сусызданған тұздың массасын өлшеп аламыз. Бізде сусыздандырылған тұздың массасын тегелмен бірге өлшеп аламыз. Ол бізде 62,7 грамм шығады. Одан бастапқы тегелдің массасын алып тастағанда бізде 2,7 грамм тұздың массасы шығады. Бізде ыдыстың салмағы, тұзсыз салмағы 59,27. Ал крем мен тұздың салмағы бізде 4. Таза тұздың салмағы бізде 2,7 болып шықты. Крем мен тұздың салмағы 4, мына жерге 2,7 деп жазамыз. Енді тұздың кірлігін, яғни массалық үлесін табу үшін бізде жаңағы формуланы қолданамыз. X тең K. Крем мен тұздан таза тұздың салмағын азайтып тастаймыз. Оны бөлеміз. Крем мен тұздың салмағын көбейтеміз 100%-ке. Мәндерін орнына қоямыз. Бізде крем мен тұздың салмағы 4. Ал таза тұздың салмағы 2,7, бөлеміз крем мен тұздың салмағына көбейтеміз 100-ге, 100%-ке. Сол кезде бізде 32,5 массалық үлесі болып табылады. Жауабы бізде 32,5. Яғни кірленген тұздың салмағы қанша? 32,5 массалық үлесі. Ал енді сабақты қорытындылайық. Бүгін біз ас тұзының кірлену деңгейін анықтадық. Осы ас тұзының кірлену деңгейін анықтайтын тағы қандай әдістерді білесіздер? Бірінші физикалық әдісі түсімен құрылым арқылы. Бірінші бұда тұздың ішінде қоспаларды көзбен көру арқылы тексеруге болады. Ондай болмаған жағдайда, түсі мен құрылым өзгерген жағдайда біз оны кірленген болып саналамыз. Оның ішінде қара дақтар, қоспалар және қатты кристалдар болады. Оны біз кірленген тұздар деп атаймыз. Келесі бізде химиялық әдіс арқылы біздер ас тұздың кірленін анықтау үшін тұздың құрамындағы қоспаларды химиялық талдау арқылы тексеруге болады. Және осы әдістер арқылы біздер тұздың құрамындағы ауыр металдарды және де басқа да зиянды заттарды мөлшерін анықтай аламыз. Дұрыс. Тағы қандай әдістер білесіздер? Келесі бізде лабораториялық әдіс. Ол әдісте бізде атауы спектрофотометрия деп аталады. Ол бізде ас тұзының құрамындағы кірленген заттарды анықтайды. Бүгінгі сабақ түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма?